қай күні әйтеуір сол күні. Бірақ та бұл қай күнге айтылды? Қиямет күні айтылды, иә? Яума янзуру мар'у деген бұл адам қалуы. Жалпы адамды мар'у деп айтамыз, иә? Белгісіз әйтеуір бір адамды біз не айтамыз? Мар'у деп айтамыз, иә? Яума янзурул мар'у ма қаддамат ядаху. Ма қаддамат ядаху. Яума деген бұл қай күн? Қиямет күн. Қиямет күн, сол күні. Яғни қиямет күні. Янзуру қарайды, көреді. Кім? Мар'у деген адам. Адам нені көреді? Қаддама деген негізі бұл бірдеңкені жасау деген сөз. Я алдына қою деген сөз. Екі қолының істегенін көреді дейді. Сол күні, қиямет күні, адам өзінің қол екі істегендерін көреді дейді. Уаякулул кафиру, сол күні уаякулул кафиру. Және якулу деген және якулу деген сөз. Якулу деген кім? Айту, сөйлеу. Айтады. Кім айтады? Кафиру. Кәфірлер айтады. Кәфірлер емес, кафиру. Бір кісі, бір кәфір кісі. Уаякулул кафиру. Я лайтани. Я лайтани. Я лайтани. Шіркінай дейді. Я лайтани деген ол шіркінай деген сөз, әттеген-ай деген сөз негізі Құранда бұл жерде бірнеше жерде айтылады. Я лайтани, шіркінай, әттеген-ай деген сөздер Құранда өте көп. Я лайтани, кунту туроба, кунту болғанында ғой дейді, я. Күнту деген болу деген Туроба деген топырақ деген сөз. Туроб. Бұл жазбай қойды, просто өзіңізге бұл Наба сүресінің соңғы аяттарында айтады. Яума янзурул мар'у ма қаддамат. Сол күні адам қолымен жасаған көреді. Яда деген екі қолы деген сөз. Ку деген оның екі қолының істегендерін көреді. Және айтады екен, уаякул және айтады кәпір, я лайтани, шіркінай, кунту туроба, мен топырақ болып кетсем екен деп айтады. Жалпы янзуру деген сөз Құранда көп кездеседі. Сол сияқты мысалы мына жерде айтады да, кімде Алла тағаланың аяттарын, яғни Алла тағаланың үкімдерін дейді да, арзан бағаға сататын болса деді, оларға деді, ақирет күні